Достар, каналымызға тіркелеміз және лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгін пропаганда. Көп адамдар ақпаратты әлеуметтік желілерден, телеграм каналдарынан, ал егде жастағы адамдар тек телеарналардан алады. Интернет насихат хабарламалар мен ақпараттарға толы. Сіз оларды қалай ажырата аласыз? Журналист Владимир Яковлев үгіт насихат түрлері мен әдістерін, олардың не үшін қолданылатынын, одан арылу, оның салдарынан туындаған араздық пен өшпенділік ортақ болмау үшін не істеу керек екенін айтып берді. Үгіт насихатта қаншалықты көп өтірік қолданылса, арсыздықпен жасалған болса, оның аудиторияға әсері соғұрлым күшті болады. Қара үгіт насихат өз алдында үгіт насихаттың ең күштісі болып табылады. Өйткені ол фактілерде сүйену қажеттілігінен мүлдем қажет етпейді. Қара үгіт, яғни қара пропаганда өте тиімді қару. Ол бір ғана мақсатта қарсыласты алаңдату және шатыстыру үшін қолданылады. Оны қолданудың сасық майшабақ, ұлы өтірік, абсолютті анық, белгісіз қаһарман дейтін әдістері бар. Арнайы үгіт насихатта әсер етудің ондаған тиімді әдістері бар, және сіз күн сайын олардың ықпалында боласыз. Бірақ олардың төртеуі өте кең таралған. Өзіңізді қажетсіз ақпараттан қорғау үшін сіз оларды жақыннан білуіңіз керек. Бүгін біз олар туралы айтатын боламыз. Алдымен сасық майшабақ әдісі. Сасық майшабақ әдісі мүлдем жалған айыптау таңдалады. Айыптау мүмкіндігінше жиіркенішті және даулы болуы керек. Мысалы, кәмелетке толмаған баланы ұрлық жасады, немесе сәбилерге азғындық жасады, әйтпесе ашкөздікпен біреуді өлтірді деп айыптау да тиімді. Сасық майшабақтың мақсаты тағылған айыпты дәлелдеу емес, мақсат шараның қоғам арасында кеңінен талқылануын қамтамасыз ету. Адамның психикасы айыптау жария болған кезде стихиялы түрде істің қолданушылары мен қарсыластары, істің мамандары мен сарапшылары, сондай-ақ айыптаушылар мен қорғаушылары болады. Алайда пікір таласқа қатысушылардың барлығы жиіркенішті және даулы айыптауда айыпталушының аты жөнін қайта-қайта айтады. Осылайша сасық майшабақ оның киіміне көбірек үйкеледі, ал бұл айыптың иесі қай жерге барса да кетпей ізінен ілесіп жүреді. Сасық майшабақ әдісін қолданудың классикалық стилінің бірі адамды фашистік немесе нацистік идеологияны ұстанады деп айыптау. Бұл кісі нацист емес пе? Болды. Әрі қарай пікірталас фактісінің өзі айыпталушының беделін сүретіні сонша, үгіт насихат тапсырмасы сасық майшабақ әдісі арқылы сәтті орындалады деп болжауға болады. Екінші пропаганданың түрі ұлы өтірік әдісі. Ұлы өтірік әдісі сасық майшабақ стиліне біршама ұқсас болғанымен басқаша жұмыс істейді. Оның мәні мынада: аудиторияға бір жаһандық және жозықсыз өтірік толық сенімділікпен ұсынуы керек. Адамдар бұндай нәрсе туралы өтірік айту мүмкін емес екеніне сенуі керек. Мұндағы қулық мүлде жалған ақпаратпен көрерменді, оқырманды немесе тыңдаушыны күйзеліске ұшырату. Содан кейін қандай да бір дәлелге қарамастан оның көзқарасын ұзақ уақыт айқындайтын күшті қорқыныштың қалыптасуына қол жеткізу. Бұл стильді қолданудың классикалық тәсілі жау жағының әртүрлі қорқынышты қауіптерін немесе зұлым ниеттерін сипаттау. Бұл әдісті қолданудың жарқын мысалы ретінде Ирак жаппай қырып жою қаруын жасап жатыр деп айыптау болып табылады. Бұл ақш-тың Иракты басып алуына сылтау болды. Ұлы өтірік әдісі өте тиімді, дегенмен ұзақ мерзімді перспективада абсолютті анық әдісі сенімдірек нәтиже береді. Келесі пропаганданың түрі абсолютті анық әдісі. Оның мәні бір нәрсені дәлелдеудің орнына сіз аудиторияны сендіргіңіз келетін нәрсе туралы жүйелі ақпаратты мүлдем түсінікті, анық, өзін өзі түсіндіретін нәрсе ретінде жеткізесіз. Сондықтан сіз оны халықтың көп бөлігі қолдайтындай қылып көрсетесіз. Бұл стиль өте қарапайым, сыртқы түрімен өте тиімді. Өйткені адам психикасы автоматты түрде көпшіліктің пікіріне қызығушылық танытып, оған қосылуға бейім. Көпшілік міндетті түрде сіз жағында болуы керек, және қолдау абсолютті және бір жақты болуы керек екенін есте сақтаңыз. Әйтпесе біріктіру әсеріне қол жеткізе алмайсыз.
Абсолютті анық әдісі бұл классикалық және өте кең тараған қолдану әдісі. Мысалы, басқа мәселе бойынша қоғамдық пікірдің бірігіп келе жатқанын көрсететін әртүрлі социологиялық сауалнама нәтижесін жариялау. Яғни сауалнама жасап, оның қаншалықты көп немесе аз екеніне шын көрсеткіштерін көрсетпей, оны 90% қолдайды деп айтудың өзі де жеткілікті. Яғни бұл абсолюттік анық әдіс. Соған сол себепті көрермен, тыңдаушы адам 90% оны қолдап жатқанын көріп, сол 90%-ға ереді. Тіпті ол керісінше болып шығатын болса да. Қара үгіт насихат әдістері әрине оқиғаның шындыққа сәйкес келуін талап етпейді. Келесі пропаганданың түрі, қара пропаганданың түрі белгісіз қаһарман әдісі. Осы стильді жиі қолданатынымыз сонша тіпті оны байқамаймыз. Дегенмен белгісіз қаһарман стилі арнайы үгіт насихаттың ең көне, бірақ тиімді әдістерінің бірі болып саналады. Оның аты айтып тұрғандай, бұл стильдің мәні өз әскерлерінен жалған қаһарман жасау. Сырт келбеті қаншалықты қарапайым болса да, бұл стильдің терең психологиялық тамыры бар. Яғни кез келген соғыс, қатыгез, жан түршігерлік, адамгершіліктен алыс, мағынасыз. Сондықтан соғыс әрқашан өз алдымен адам психикасының күшті қарсыласын тудырады. Яғни адамдар соғысқа барғысы келмейді. Бұл қарсылық адамның өзінің және жақындарының өміріне деген қорқынышпен күшейеді. Бұл күшті қарсылыққа адам психикасының бір ғана бөлігі қарсы тұра алады. Яғни көп адамдар өлуге немесе соғысқа барғысы келмейді. Сондықтан басқыншылар әскері болмайды. Сондықтан да олар басқыншы әскеріміз деп атамайды өздерін. Азат етушілер әскері болады. Оны басып алу армиясы деп атамайды, ол тек құтқару армиясы деп атайды. Адамның соғыс идеясына қарсылығын жеңудің бірден бір жолы оның бойында жоғарғы адамгершілік құндылықтардың елесін тудыру. Әділдік үшін, азап шеккен өз халқы үшін күресу. Бұл орын алып жатқан адамгершілікке жатпайтын қатыгез оқиғаларды ақтауға қызмет етеді. Белгісіз қаһарман стилі таңғажайып және ерекше сипатқа ие. Оның әртүрлі мемлекеттер әртүрлі соғыстарда және жүздеген жылдар бойы қайта-қайта қолданады. Соған қарамастан оның ықпалына ешқашан төмендеген емес. Бүгінде бұл әдіс ондаған жылдар бұрынғыдай тиімділікпен қолданылады. Қосымша қарап отырсаңыз, әскери арнайы үгіт насихаттың барлық әдістерінің ортақ мақсаты жау әскерінің қатарында ішкі алауыздық, өзара өшпенділік, сенімсіздік тұқымын шашу және оны әсер ету. Бірақ бүгінде бұл әдістерді жау әскеріне емес, өзінің қарапайым халқына қарсы қолдану көбейеді. Бейбіт тұрғындарға қарсы қолданылған үгіт насихат жау солдатынан да тиімдірек жұмыс істейді. Бұл қарапайым халықтың өзін қорғай алмауынан болса керек. Қара үгіт насихатқа қарсы тұрудың ең жақсы жолы оның нақты жұмыс әдістерін саралауды үйренуде, және мұндай әдістер көп. Қиын, күрделі, қауіпті жағдайларда достарыңыз, отбасы мүшелеріңіз, айналаңыздағы адамдар, олар сізге көмек қолын созып, қолдау көрсететіндігін, сізді құтқаратын есте ұстанған жөн. Арнайы үгіт насихат әдістерінің кез келген әсеріне қарсы нақты және мүлдем қарама-қайшы келетін қарапайым сөздер бар. Ол адам кез келген идеядан жоғары деген сөз. Осыны естен шығармасақ болғаны. Каналға жазылып, лайк және комментарий қалдырыңыздар.